Сәлеметсіздер ме, әлеуметтік желі қолданушылары? Мен Төлеулі Сымбат Азаматқызы, дін проблемаларын зерттеу орталығының Қордай бөлімі бойынша инспекторымын. Бүгін қозғайтын тақырып отанды сүю иманнан. Туған елге, жерге, отанға деген сүйіспеншілік бұл әрбір жан үшін аса киелі ұғым, ыстық сезім. Отан дегеніміз бұл туып өскен отбасымыз, ата-анамыз, ауасын жұтып, суын ішіп жүрген кең байтақ атамекеніміз. Міне осы туған ел мен жерге ие болу бұл ел амандығын тілеу әрбір мұсылманның діни әрі азаматтық борышы деп есептеймін. Әркімнің де өсіп өнетін жері оның отаны. Адам туған жерін, отанын қастерлеп, қадіріне жете білуі тиіс деп ойлаймын. Отан қадіріне жетпеген өз қадіріне жетпейді. Ендеше туған жері мен елін құрметтеу, оның даңқын асыру әрбір азаматтың қастерлі борышы, яғни парызы. Жалпы отаншылдық, патриотизм бұл асыл дініміздің ұстанымымен ұштасып жатқан ұғымдар. Исламда хуббул ватан минал иман деген риуаят бар. Мағынасы бұл отанды сүю иманнан дегенді білдіреді. Торғай екеш торғайда өз ұясын қорғайды дегендей, расымен де туған жерге, елге, отанға деген ыстық сезім, ықылас бұл жалпы адамзаттық, адамгершілік қасиеттерге жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің туған шаһары Мекке қаласына айрықша ықыласпен қараған. Мәдинаға қоныс аударып, сонда орнықса да алғашқы туған жерін ұмытпаған. Сахабаларымен бірге отырғанда Меккені сағынышпен еске алып отырған. Риуаят бойынша Алланың елшісі мүшриктердің қысымынан соң жаратқанның пәрменімен Мәдинаға қоныс аударып бара жатқанда өзінің сахабасы Абу Бәкір екеуі алдымен үңгірге жасырынып, сосын үңгірден түнде жолсыз даламен Мәдинаға бағыт алады. Кейін керуен жолына түсіп Меккеге апаратын жолды көреді. Сонда пайғамбарымыз сол жолға қарап тұрып Меккемен қимай қоштасады. Сол кезде Жәбірейіл періште көңілі жабырқау пайғамбарды қуантатын аят түсіреді. Ол аятта Алла тағала былай дейді: ақиқатында саған Құранды түсірген Алла түбінде сені Меккеге қайтарады деген аят түсірген. Қасас сүресі 85 аят. Ибн Аббастан жеткен риуаятта Алла елшісі Меккеге қарап тұрып, сен мен үшін сондай қымбатсың, сүйіктісің деген екен. Егер де сен мүшриктер қуып шығармағанда мені, сенен басқа жерде тұрақтамас едің дейді. Олай болса, адамзаттың асылы Алланың елшісі туған жерін, отанын қатты жақсы көрген, елін, жерін жамандыққа қимаған, туған туысы, жұрты тура жолда болса деген деп тілек, дұға тілеген екен. Әрбір адамға туған жердің топырағы ерекше ыстық болып келеді. Біздің ата-бабаларымыз түрлі жағдайлармен елінен жырақ кеткенде туған жерінің топырағын немесе жусанын өзімен бірге алып жүреді екен. Сағынғанда есіне алып, сол топырақтан иіскеген. Тап осындай дәстүр арабтарда да бар екен. Араб әдебиетшісі Жахиздің айтуынша, арабтар бір жорыққа аттанғанда немесе алыс сапарға шыққанда өздерімен бірге туған елінің топырағын алып жүреді екен. Елін жерін сағынғанда сол топырақты иіскейтін болған. Туған жердің ауасы, топырағы жанға шипа десек те болады, тәнге дәру десек те болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамды ұшықтап немесе үшкіргенде сулы қолын топыраққа тигізіп, науқастың денесіне тигізген екен. Дін және отан өте қасиетті ұғымдар десек те болады. Ел игілігіне тілектес діндарлар үшін де отаннан қымбат ештеңе жоқ. Аталарымыз ұзақ ғасырлар бойы армандап, бүгінгі ұрпақ әрең жеткен, талайлар аңсап келген тәуелсіздікті, егемендік үшін жанын қиған азаттықты көздің қарашығындай сақтауымыз керек. Қазіргі елімізге бойына ата бабамыздың ел мен жерге деген сүйіспеншілік қасиеті дарыған, егеменді, елімізге аямай қызмет ететін, ой өрісі кең, алғырда жүректі, сауатты да салауатты азаматтар, мемлекетшіл мұсылмандар болуы қажет. Отанды сүю иманнан деген қанатты сөздің мағынасы өте терең десек те болады. Өйткені иманды адам өз отанын сыйлап қастерлей алады. Назарларыңызға рахмет.